достар, бүгін біз өзіміздің кезекті подкастымызды түсіретін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз көшбасшылық. Сіздермен бірге мен Ажар, Рамазан және Нұрбек ұстаз. Саламатсыздар ма оқушылар? Қалдарың қалай? Бәрі жақсы. Бәрі жақсы ма? Көңіл күй позитивті. Бүгін жұма бізде керемет күн. Бүгін аптамызды аяқтап жатырмыз. Бүгін осы жас достарымызбен бірге көшбасшылық туралы сөйлесетін боламыз. Нағыз көшбасшылар. Кеттік па? Кеттік. Жақсы. Енді ең алғашқы сөз ретінде көшбасшы дегеніміз кім? Яғни көшбасшы деп кімді санаймыз, кімдерді айтамыз? Көшбасшылық туралы көп сағаттап отырып әңгіме айтуға болады негізі. Көшбасшылық деген өзі кең ауқымды ұғым ғой. Енді бірақ сол мына Вольтердің сөзі бар, керемет. Яғни ол Вольтер өзінде мемлекетті құтқару үшін бір ұлы адам болса жеткілікті дейді. Ал енді бұл мемлекеттік деңгейде айтылған сөзді, ал енді әрбір кәсіпорын бар, әрбір бір мекеме бар, әрбір бір сынып болсын, біздің мектеп болсын. Сол мектепті алға ілгерілету үшін бір жақсы көшбасшы болса, сыныпты алға жүргізу үшін мықты көшбасшы болса, жетеді дегендей мағынада қабылдауға болады бұны. Көшбасшы деген ол өзінше бірінші бастамашыл, өзіне адамды ерте алатын және сендіре алатын, өзінің бойындағы адамзаттық құндылықтар бар, яғни мейірімділік, адам сүйгіштік, бір белгілі бір құндылықтар бар, белгілі бір тұлғаны айтсақ болады. Мен қысқаша көшбасшылыққа осылай бір анықтама берер едім. Меніңше нағыз көшбасшы деп ол лидер начинается, слово лидер начинается не с я, а с мы дейді. Сондықтан да бұл жерде лидер шын мәнінде жалғыз өзі ғана емес, топты да бірлестіріп, бірге сплоченность дейді, орысша айтқанда топтық жұмысты жақсы ұйымдастыра алатын, яғни өзіне сенімді, жауапкершілігі мол және бойында нағыз лидерге тән қасиеттер бар. Мысалы лидерлерде мысалы айта аламыз Әлихан Бөкейханның сөзі. Әлихан Бөкейханның өзін алуға болады. Оның сөзі де бар: елге қызмет ету білімнен емес мінезден деген. Меніңше нағыз мінезі бар адам, нағыз лидерлікке лайық адам деп сондай адамды айтуға болады. Жалпы ең алдымен мінез, ол тамаша айтылған сөз. Әлихан Бөкейханның керемет сөзі: халқыңа қызмет қылу ол білімнен емес, ол мінезден дейді. Және бұл тағы бір нәрсені ескерген жөн: адам жалпы ортаға мінезбен сияды, біліммен емес. Сенің 7 дипломың болса да, сен Гарвардты бітіріп келсең де, сенің мінезің ит болатын болса, қатты айтқан кезде, сен ешқандай ортаны бастай алмайсың, қанша білімді болсаң да. Яғни бұл мінез дегеніміз ол тәртіп қой, ол тәрбие, яғни кең ауқымды ұғым да. Осы жаңағыдай көшбасшының бойындағы ең алғашқы болу керек қасиет осы бір мінез секілді. Сол сөзіңмен келісемін, Рамазан. Мінезбен қатар қандай қасиеттер болуы керек? Мысалға менің ойымша кішкене бір қаталдық болуы керек сияқты. Көшбасшы болғаннан кейін, топты басқарғаннан кейін, топты өзіңмен алып жүргеннен кейін сен оларды орысша айтқанда контрольмен ұстау керексің ғой. Олардың әр істерін, әрекетіне сен де жауап бересің бір бөлікпен. Сол себептен де қаталдық болу керек деп санайсыз ба? Әрине, енді ол мінездің жаңа айттық қой, кең ауқымды ұғым. Ол қаталдық жалпы бұл көшбасшының бойындағы болу керек қасиеттердің бірі. Өйткені сіз өзіңіздің айтқан дүниеңізді, айтқан нәрсеңізді орындата алмасаңыз, яғни ол ынжықтық қой енді. Бір жағынан ол әрине сіздің өзіңіздің сөзіңізді өткізе алмасаңыз, ол дегеніміз көшбасшы, ондай адам көшбасшы бола алмайды. Білім бар, мінез бар, барлығы ұштасып барып, және оны адамгершілік қасиеттерге салып, адамды жұмсай білуде ол да бір өнер ғой негізі. Сөзіңді өткізе алу, керек кезінде қамшылап, керек кезінде пряник дейді, кнут пен пряниктің несі ғой. Яғни осыны да бере отыру керек. Ол қаталдық міндетті түрде керек. Өйткені Ницшенің сөзі бар: мәдениетті енгізу үшін міндеттеу бар дейді. Яғни бұл жердегі тағы бір осының бір даналығын суырсақ болады: сіз көшбасшы болғыңыз келсе, адамдарды бір жұмсай алу, міндеттей алу бойыңызда қасиеттер болу керек деген секілді. Осы. Тағы енді қасиеттер көп, енді осылар туралы жалғастыра берсеңіздер, қандай қасиеттер болу керек? Болмаса оқиғалар, болмаса мектептің ішіндегі дүниелер болса. Енді осы кезекте айтқым келетіні, ол әрбір көшбасшы өз-өзінен есеп ала білу керек сияқты.
тек қана Тамаша. көшбасшылар емес, әрбір адам өзіне есеп алу керек. Бірақ та көшбасшы ретінде жүргеннен кейін сен өзгелерге өзіңді үлгі ретінде көрсете алуың керек қой. Ал Абай атамыз айтқандай, тым болмаса бір сағат, бір сағатта бір күнде бір рет, немесе бір аптада бір рет, немесе бір айда бір рет өзіңе есеп алып отыру керексің. Және де сол арқылы сен өзіңнің өміріңнің босқа өтіп жатқан жоқ екенін түсінесің. Сондай бір есеп алу дұрыс сияқты. Дұрыс. Есеп алу процесі, біз адам болып дүниеге келгеннен кейін бұл өмірдегі әрбір өткен сағат, минутымыз, әрбір өткен күніміздің барлығы есептен тұру керек. Адам өз-өзіне есеп берсе, ол мен кеше қандай едім, бүгін қандаймын, былтыр қандай едім, биыл қандаймын, осыдан 10 жыл бұрын қандай едім, енді осыдан 10 жылдан кейін қандай боламын деген адам өзіне есеп беріп отырса, бұл енді бір көшбасшының даму процесіне қатты әсер етеді деп ойлаймын мен. Басшылық қасиеттер туралы, әрине нағыз көшбасшының бойында көшбасшыға тән көптеген қасиеттер болу керек. Оның ішінде жаңа өз-өзінен есеп алуды айттық, мінезді айттық. Және де меніңше одан кейін ең маңыздылардың бірі ол жауапкершілік деп ойлаймын. Егер де адамның жауапкершілігі аз болатын болса, меніңше ол өз мойнына жүктелген міндетті, істі толыққанды атқара алмайды деп ойлаймын. Книга перемен деген кітап бар. Ол жерде көбінесе осы қазіргі бәрімізге белгілі BA Group компаниясының нөлден бастап құрылған жайында ақпараттар, тарих жазылады. Сонда айтады: если хочешь быть лучшим, делай больше, чем от тебя ожидают дейді. Сол секілді, егер де адамның жауапкершілігі төмен болатын болса, ол өзінен күтілген істен көбірек жасамақ түгіл, ол өзіне берілген істеу керек істі де аяқтай алмайды деп ойлаймын. Ал меніңше бұндай адам өз ортасына үлгі де бола алмайды. Соған сай, демек ол лидерлікке лайық емес адам деп санаймын. Тамаша. Рамазан бізде жақсы бір дүниені айтып кетті. Яғни сен көшбасшы болсаң, сен жұмысты басқаларға қараған кезде 10 есе 100 есе артық жаса деп тұр ғой. Ол жалпы мынау жұмыстың көп жасалу туралы бұл әдеттер ғой. Әдеттер енді қарап отырсаңыздар, мынандай бір не бар. Ғылыми зерттеуде болған дүние, ақш-тың университетінде бір топ студенттер болады. Бір топ студенттерге солардың жартысына сіздер семестрдің соңына дейін 100 сурет салу керексіздер дейді. 100 сурет салып келсеңіздер 100 балл қоямыз, 80 сурет салсаң 80, 70 қоямыз дейді. Ал екінші топқа, дәл сонда екінші топқа сендер бір суретті нағыз өзінің мақамына келтіріп тұрып, идеалны дейді ғой, идеалны қылып тұрып салып келіңдер дейді. Мінсіз, тамаша қылып, енді бүкіл күштерің соған салыңдар дейді. Ал енді соңғы семестрдің аяқталған кезде бұл жердегі результат керісінше болып кетеді. Яғни жаңағы көп сурет салған оқушылар, жаңағы студенттердің бары көп сурет салған студенттер, олар әрқайсысы өте жақсы балдан алады, 90-100 балдан. Және олардың суреттері деген енді керемет шығады. Ал енді бір сурет салды деген олардың барлығы күшін бір суретке салды да, бірақ көбісінікі жаңағы профессордың көңілінен шыға бермейді. Бұл нені айтады? Яғни бұл көшбасшының бойындағы тағы бір қасиет болу керек, яғни ол шыңдалу ғой. Әрбір істеген сайын сіз өзіңізден есеп алып отырсаңыз, сіз шыңдала бересіз, тәжірибе ғой. Ақыр аяғында Эвересттің ұшына шығасыз да. Бір сондай бір керемет оқиғалар да бар екен. Жалпы көшбасшы деген ол негізі үлгі ретінде қарастырылатын адам ғой. Өзгелерге үлгі бола алатын, топты бастап жүре алатын адам. Және де оның басты жақсы қасиеттерінің бірі ол өзінің күнін жоспарлау деп ойлаймын. Тамаша, өзінің күнін жоспарлай алатын адам ол аздап болса да күнде әрекет ету арқылы соңында бір жетістікке жетеді. Сол арқылы өзінің өмірінде бір бағалы жайттар, кез келген оқиғалар болса да, солардың барлығына үлгеріп қатысу деген сияқты дүниелерге мән бере алады. Ал өзінің күніне расписание қоя алмайтын адамдар, олар не істеп жүргенін де білмейді деп айтуға да болады. Күндерін жай өткізіп жүре береді. Және де осы жерде айтқым келеді, көптеген қазір балалар көп белгілі бір өзіне берілген тапсырманы
бір мысалға бір аптаның көлеміне берсе, оны соңғы күні, соңғы сағаттар қалған кезде орындайды ғой. Мгм. Бұл план қою, яғни өзіне жоспарлау, осындай жайттарды да алып тастайды. Себебі сен жоспарлаған кезде бүгін осындай жұмыстың осы бөлігін істеп тастауым керек деген Иә, әрине. өзіңе Мгм. бір мақсат қоясың, және де соны әр күн сайын істеу арқылы сен өзіңнің энергияңды, психологияңды бәрін жақсы, идеально қалыптастырасың, және де өзің бір жақсы болып жүресің ғой. Керемет, иә. Бұл жоспар құруда тамаша, жақсы нәрсе айтты. Жоспар құру, әрдайым әжем де маған айтады, егер де бір істі істегің келсе, сен алдымен жоспарла дейді, сонда ғана ол іс жүзеге асады дейді. Ал енді мен оны кейін істеймін, оны да істеу керек, мынаны да істеу керек деп жүре берсең, оның бәрі жай қалады дейді. Иә, иә. Марғұлан Сейсенбаевтың «Миссия выполнима» деген кітабында мынандай сөз бар: выполняются именно те задачи, которые были выделены ресурсы. Это ресурс время дейді да. Уақыт, яғни уақыт бөлінген шаруа ғана іс жүзеге асады. Мынандай жоспарлау түрлерінің де әртүрлі түрі бар ғой, жоспар түрлерінің. Сондағы ең тиімді жоспарлау әдісі, қазір аты есіме түспей тұр, ол былай екен. Мысалы, егер де саған бүгін істеу керек барлық шаруалар, бүгін істеуің керек істердің барлығын қағазға, блокнотқа жаз дейді бәрін. Сосын кейін маңыздылығы бойынша ретімен қой дейді. Сонда егер де сен барлық тапсырманы істеп үлгермесең де, сен ең маңыздыларын істеп үлгересің дейді. Дұрыс. Сол секілді осындайда Жоспарды яғни бөлуге де болады ғой. Мынау өте маңызды, маңыздылығы орташа, маңыздылығы төмен. Және солардың барлығын бір реттілікпен қойсаңыз, сіз аптаның басында жоспар қойсаңыз, аптаның соңында сол жоспарға жетесіз, және өзіңізге есеп бересіз. Бір көшбасшылық қасиеттері тамаша қалыптасып жатыр. Жақсы балалар, өте жақсы ойлар тыңдап жатырмын. Енді бір осы көшбасшылардың бойында қасиет тағы бір, бұл бір еркіндік секілді. Тәуелсіз ойлай алатын адам. Яғни азат адамдар ғана, еркін адамдар ғана ақиқатты іздеп таба алады деген жақсы Франклин Рузвельттің сөзі бар. Яғни қарап отырсаңыздар, балалар, бұл жерде адам тәуелсіз, еркін болса, ешқандай оған бір қыспақтар, жан жағынан қысымдар болмаса, ол өзінің көшбасшылық бойында қасиеттен әрі қарай дамыта біледі деп ойлаймын. Осылар туралы, жалпы еркіндік туралы, тәуелсіздік туралы, адамның ақыл ойының тәуелсіздік туралы жалпы ойларың. Негізі көшбасшы адам, көшбасшы бала кез келген уақытта өзінің ойын еркін айта алатын, және де өзінің қалаған ісін еркін жасай алатын адам болу керек. Яғни өзгелердің ойынан тәуелсіз, өзгелер қалай айтады, не болады, мен ұялып қалмайын ба деген сияқты ойлардың кесірінен өзін жасырып, қазір айтады ғой, перфекционист адамдар деген сияқты, сондай адамдар болуы да мүмкін. Оның орнына ашық және де өзінің ойын еркін жеткізетін адамдар, олар әлдеқайда жақсы бағаланатын болады. Себебі дұрыс айтса да, қате айтса да, ол оның ойы, және де ол өзінің ойымен бөлісіп тұр. Ода тұрған ешқандай жамандық жоқ, және де ол дұрыс деп ойлаймын өзім. Дұрыс. Кетсек, тағы бір енді көшбасшылардың бойындағы болатын қасиеттерді ары қарай аша білсек. Енді жаңа біз өзін өзі тәртіптеу дедік қой, дисциплина дедік. Яғни дисциплина арқылы адамдар не істеледі, әдеттер қалыптастыра бастайды. Дисциплина әдетке айналу керек деген ой бар. Одан кейінгі жақсы бір осы ненің бойындағы бір қасиет болу керек, көшбасшылардың позитивті көзқарас деп санаймын мен. Иә. Анау болады ғой, өзі бір пессимист адамдар болады ғой. Пессимисттен қараған кезде көшбасшының бойындағы позитивті көзқарас болса, кез келген нәрсені позитивті жағына қарай бұрып кетіп, оны бір жақсы идеяға айландырып жіберуі мүмкін деген. Бір осындай да бір пікір бар да. Осы пікір туралы Рамазан ой. Позитивті ой бойынша, қазір көптеген ақпараттар шығып жатыр ғой, сонда біз не ойласақ, не күтсек, көп жағдайда сол болады. Егер сіз өзіңіздің фокусыңызды, өзіңіздің ойыңызды тек қана мәселелерге, проблемаларға қойсаңыз, яғни оның барлығы орындалады деген секілді. Мынандай шаңғышыларды көреміз ғой. Шаңғышылар таудан төмен қарай сырғанағанда алдарынан ағаш кездеседі алдарынан. Енді олар көп жағдайда біз видеоны қараған кезде өзімізде сондай бір сезім соңында кіріп кетеміз. Ағашқа соғып қала ма екен деген секілді сондай бір адреналин сезім болады ғой. Сонда шаңғышылар айтады, егер де сіз тек қана ағашты ғана өзіңіздің фокусыңызды ағашқа қоятын болсаңыз, ағашқа соғып қалмайын деп,
онда сіз міндетті түрде ағашқа соғыласыз деп. иә Сіз тек қана қарға, яғни жолға ғана өз фокусыңызды қойсаңыз, сіз әрдайым жол тауып, еш қиындықсыз жол тауып, қанша ағаш болса да арасынан өте аласыз деп айтады. тамаша. Сол секілді бұл жерде біз фокусымызды қайда бағыттасақ, көп жағдайда сол мәселелер шешіледі, сол жүзеге асады деп ойлаймын. Өте жақсы. Ал енді келесі балалар, енді бұл біздің жалпы жобамыздың түп тамыры кетеді, ол кітапқа келіп тоқталады. Өйткені талап қыл артық білуге, артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге деген бар ғой. Енді жалпы сіздерге сұрақ, ол бірінші өзім бөлісіп өтсем, жалпы қандай кітаптар оқу керек деген секілді көшбасшылар, немесе мен өзім қандай кітап оқып жүрмін. Енді біз біреуге ақыл кеңес айтатын жаңағыдай ондай бір керемет білімнің иесі емеспіз, бірақ өзіміз оқып жүрген дүниемен бөлісе аламыз ғой, солай ғой. Біздің өз деңгейімізде ғана бөлісуіміздікі. Енді кітаптарға тоқталатын болсақ, жалпы кітап бұлар көшбасшыны шыңдайтын ең үлкен, ең ірі, ең маңызды құрал. Ең маңыздысы. Осыдан бастау керек жалпы. Иә, мынау мысал үшін бір өзі сөз бар ғой, афоризм сөз. Адамдар көшбасшы болып туа ма, жоқ әлде көшбасшы болып қалыптаса ма деген секілді. Мен өзім соған бір анықтама берсем, адамдар көшбасшы болып қалыптасатын секілді. Тумайды ешкім. Енді осы қалыптасуда кітаптың рөлі өте үлкен да. Содан кейінгі тағы бір нәрсе, осы адам көшбасшы болып қалыптасуында әсіресе саған дейінгі көшбасшылардың өмірімен танысу. Биографиялық кітаптар деп ойлаймын. Мына әлемдік көшбасшылар бар, ол Лех Валенса, жаңағы Вольтер, Нелсон Мандела, Ли Куан Ю, Дэн Сяопин, Махатма Ганди, одан кейін Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер бар, Франклин Рузвельт. Осындай биографиялық кітаптарды оқу арқылы көшбасшылардың өзінің бойынан солардың жасаған қателіктерін өзі қайталамайтындай қылып не істеуі, өзінің жұмыстарын жоспарлау, тәртіптеуі да. Осы енді сіздер осыны жалғастырсаңыздар, сіздер қандай кітаппен танысып оқып жүрсіз осы көшбасшылық бойынша? Негізі мен көбінесе биографиялар оқи бермейді екенмін, және де сіздер айтқан тұлғаларды қатты жақсы білмеймін. Бірақ та мен өзіме жалпы әдеби кітаптар оқыған ұнайды, қазақ әдебиеті. Бұған менің әжемнің қосқан үлесі үлкен зор. Ол кісі өте көп кітаптар оқитын, және де сол оқыған кітабын жаттап алатын, өлеңдерді барлығын жатқа айтып отыратын. Және де осы соңғы жылдары көзі кішкене көрмей бастады. Сол кездері кітап оқи алмағандықтан маған оқытатын, өзі тыңдап отыратын шай ішкен кезде. Содан кейін менде де осы кітап оқуға деген қызығушылық қалыптасты. Сол мысалға Ұшқан ұя, Дулат Исабековтың кітаптары өзіме қатты ұнайды. Сол Бердібек Соқпақбаевтың кітаптарын оқығам. Солардың ішінде кейіпкерлер, көшбасшы кейіпкерлер бар ма солардың ішінде? Негізі мен кейіпкерлер емес, тұлғаны алсам болады. Бауыржан Момышұлын. Ол кісі де өзінің енді нағыз көшбасшы деп айтуға болатын кісі ғой. Өзінің бір ол кісі енді батылдығымен қаншама Москваның жерін сақтап қалды, қорғап қалды десек те болады. Өзінің тактикаларының арқасында мүмкін ол кісі болмағанда бізді Германия жаулап алушы ма еді? Мүмкін, ондай да гипотеза бар, Сондай кітаптар қатты ұнайды. Енді Рамазанға сөз берсем. Ұшқан ұяны оқу арқылы сіз Бауыржанның бойында көшбасшылық қасиеттерді ала алдыңыз, бойыңызға. Ұшқан ұя кітабында Бауыржан Момышұлының жалпы балалық шағына көп мән береді ғой. Сонда Бауыржан Момышұлының тіпті аты жер жарған деп айтуға да болады. Ол кісінің тіпті Фидель Кастро, бәрімізге білетін шығармыз, сол кездегі Куба елінің президенті болған. Тіпті сол Фидель Кастроның өзі Бауыржан Момышұлын өзі келіп сонда шақыртып, сол жақтағы өзінің батырларына, өзінің әскеріне лекция айтқызып, былайша айтқанда тәлім тәрбие бөлісіп, кеңес алмасқан. Сондай керемет жан еді Бауыржан Момышұлы. Әрине ол соғыста ол жерде сыни ойлау деңгейде жоғары болу керек. Сондықтан да расымен Бауыржан Момышұлы нағыз лидер қатарына жатқыза аламыз деп ойлаймын. Енді тағы да басқа лидерлік қасиеттер жайында көп қозғалатын кітаптарды айтатын болсақ, мысалы жақында қазір оқып жатырмын
лидер без титула деген кітап. Лидер без титула, және ол кітаптың автор, одан басқа тағы монах, который продал свой Феррари дейді. Иә, Сондай иә. да кітап бар. Енді әжем жалпы осы бизнес саласында да біраз өзінің бағын сынап көрген жан. Ол кісіден де көп әңгімелер осы бизнеске қатысты, лидерлікке қатысты тыңдап жатам. Сонда мысалы монах, который продал свой Феррари дейтін болсақ, ол кісі ең басында көкіректеніп, яғни өзінің жеткен жетістігін, былайша айтқанда, басқалар оның деңгейіне жете алмайтындай, бір былайша айтқанда құдайдай көреді өзін. Сонда ол оны басқа айналасы жақтырмай, кейін бұл белгілі өмірінде мәселелер, көп қиындықтар туған кезде көп адам қасынан табылмайды, яғни жақсы адамдар қасынан табылмай қалады сондай кезде. Содан кейін бұдан түйетініміз, меніңше, біз қандай дәрежеге жетіп тұрсақ та, адамның күні адаммен дейді ғой. Нағыз лидер адам, меніңше, ол өз ортасында ғана емес, жалпы басқа да адамдармен арадағы қарым-қатынасы жақсы болуы маңызды деп санаймын. Тамаша. Себебі нағыз лидер ол адамдармен жұмыс жасайды, яғни коммуникация дағдысы адамның бойында болуы, әсіресе лидердің бойында болуы өте маңызды. Иә, Рамазанның сөзі тамаша. Бұл адамзаттық құндылықтар деп жатырмыз ғой. Соның ішіндегі бізде классикалық қазақ құндылықтар бар. Өзімізге тән, мемлекетімізге тән дәстүрлеріміз бар, мәдениеттеріміз бар. Бұл жалпы әрбір көшбасшы ар алдында, адамның алдында, өзінің жұмысшыларының алдында жауапкершілік алады. Сол кезде ол сол ар алдында, адам алдында, Құдай алдындағы жауапкершілікті сезінше және соны аттамаса, нағыз көшбасшы сондай болады деп ойлаймын. Өйткені қараңыздар, жемге жем келген кезде нақты шешім қабылдайтын моменттер болады, солай ғой? Иә, осы мен мына нәрсені осылай қабылдасам, бұл былай болып кетуі мүмкін. Не жақсы жағына, не жаман жағына кетіп қалуы мүмкін. Ол мүдделер қақтығыс болып қалады. Осы кезде адамның бойында ары, ұяты жоғары деңгейде болатын болса, ол адам жаман нәрсеге бармайды. Жемқорлық бар, парақорлық бар, мысалы үшін да, адамның біреудің абыройына нұқсан келтіру, адамның арын аттау, біреудің болмысына, біреудің жалпы тұлғалық қасиеттеріне өтірік жала жабу деген секілді нәрселерді нағыз көшбасшылар ондай нәрселер істемейді. Яғни ол кімнің алдында, ардың алдында, адамның алдында жауапкершілігі бар екенін біледі. Енді осы жерде тағы бір көшбасшылардың қасиеті ашылған сияқты, ол тәуекел ете білу. Яғни өзіңіз айтқандай, кез келген ситуация болып қалуы мүмкін, жайттар болып қалуы мүмкін. Сол кезде адам тәуекел етіп, өзінің ісін бастап кету, немесе бір іске шешім қабылдап бел байлау деген сияқты қасиеттері болу керек. Себебі ол қасиеттер болмаса, адам көп ойланып, соңында ешқандай шешім қабылдамай, не ол да жоқ, не басқа да жоқ, сондай бір ортада қалып қояды. Ал көшбасшы ол өзімен қатар өзінің артында жүрген қаншама адамды бірге алып жүру керек. Сол себептен де шешім қабылдай білу де маңызды. Маңызды, тамаша. Тағы бір кітап бар, енді негізінде осы көшбасшылықты ары қарай шыңдайтын, ол бізде YouTube каналға кірсеңіздер, өте көптеген аудио кітаптар бар. Google'дан іздесеңіздер де, қазір жасанды интеллекттің кез келген платформасына кіріп іздесеңіздер, сіздерге ондаған, мыңдаған кітап шығарып бере алады. Бірақ енді жаңағы сіз ұсынған ол көшбасшының бойында қандай кітап дедіңіз? Монах, который өзінің Феррарини сатқан монах, және жаңа кітап оқып жатқан кітабыңыз лидер без титула. Титулы жоқ лидер деген секілді. Және ұшқан ұя секілді, және Волоколамск тас жол секілді, тас жол секілді кітаптар. Одан кейін жаңағы бір ұлттың оянуы деген кітап бар. Одан кейінгі ұлтқа қызмет еткен жаңағы әлемдік көшбасшылардың кітаптары бар. Және мынау көшбасшылықтың 21 қасиеті деген Максвеллдің кітаптары бар. Яғни көшбасшының бойында қандай кітаптар. Одан кейін мәселе кофеде емес деген кітаптар бар. Осындай, енді сіз ақпарат көздерін керек десеңіз, ол көшбасшылыққа туралы өте көп кітаптар. Және мына біздің қазақстандық өнімдерде бар, мынау Қасым баспа, мазмұндама баспасы. Екінші болма деген. Одан кейін мынау кімнің несі бар?
отбасы хрестоматиясы деген, фолиант баспасы деген баспаханалар бар. Солардан ішінде кітаптар өте көп, яғни әлемдік бестселлер кітаптарды қазақ тіліне аударып тастаған. Соған кіріп қарасаңыздар болады. Ал енді құрметті оқушылар, құрметті көшбасшылар, жалпы бүгінгі ойынымызды енді қорытындылайық, иә? Жаңа тәуекелшілдікпен жаңа соңғы айтқан қасиетіңіз сол болды. Жалпы тәуекел дегенге тоқталатын болсақ, расымен тағы да тәуекел ететін адамдар қазір расымен де бар, бірақ аз деп айтуға болады. Және де мысалы бір іс қолына келмей жатса, оны қайта істей берудің де маңызы бар, егер де ол расымен сүйсе ол саланы, расымен де жақсы көріп сол салада жетістікке жететініне сенімді болса. Ал егер де көп адамдар болуы мүмкін, мысалы кейде Құдай белгі беруі мүмкін, бұл іс оныкі емес деген секілді. Тектен да тәуекел етейік, мақсаттарға жетейік, лидер болайық. Тамаша. Тәуекел түбі жел қайық ұшасында өтесің дейді. Уайым қайғы тұңғиық батасында кетесің дейді. Жақсы. Тағы, өзіңіз көшбасшылық туралы қандай? Көшбасшы бола білу ол біздің елімізді өте қатты дамытатын факторлардың бірі. Мысалға біз өзге елде осы жақсы, осы керемет, мына елде осындай жетістіктер болып жатыр, біздің еліміз неге ондай емес деген сияқты сөздерді қазір көп айтамыз, көп естимін өзім. Егер де сендер сол елдердің қатарында терезелерің тең болғың келсе, дәл солардағы сияқты көшбасшылар бола алу керек. Ол үшін өздеріңді дамытып, сондай көшбасшы болуға тырысу керек деп ойлаймын. Сол себептен де көшбасшы бола біліңдер, және де осындай подкасттарымызды тыңдап жүріңдер. Біздің подкастымыз мәртебе ұстаз жобасында подкастымызды тамамдаймыз. Әрине бұл жердегі менің өзім жас достарым, сүйкімді де батыл, өте әсем достарым Рамазан мен Ажар атты оқушымыз. Бұл алдағы уақытта өздерінің болашақтарына өте үлкен үміт күттіретін біздің нағыз сарбаз, нағыз шабандоз, нағыз жүйрік, нағыз тұлпар біздің шәкірттер. Осы подкастымыздың астына өздеріңіз лайк басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар, бізді қолдаңыздар. Сіздің қолдауларыңыз бізге өте үлкен шабыт береді. Көшбасшы болыңыз, және көшбасшының бойында қандай қасиеттер болу керек? Коммент бөліміне өздеріңіздің пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Сау саламатты болайық, келесі кездескенше. Все, молодцы. Ақыры наконец-то түсірдік қой, иә? Вот.